контузияла, шунаһын күкрәгенә килеп эләгә осколок, теге шрапнель. Аларның японнарның гранатасы менән батарею минометную уничтожил. 2 пистолет кулында. Теге бер сержант торып кала. Чөнки Галимов аның подчиненный булып сыга. 41 елда 38 мең кешене Муса Муртазин вручил пистолет. Лизюков менән Шаймуратов каты. Бер көндә японнар һөҗүм итә Хасан күлендә. Нимәгә исеме башкорт аты? Не башкорт анда ялганда инде. Шунда 24 атты ибәргәннәр Рәсәйдән. Шуның арасында башкорт аты булган. Бөтә обозларда, артиллерияда башкорт аты кулланылган гаскәрдә. Степные бандиты по-другому их әйткәннәр инде. Кылларды хатканнар. Кылларды куен алганнар. Ну, безнең башкорт аты бар, ул символ, ул курай. Бар бит курай. Башкорт халкы бәхетле халык. Мәскәүдә бер Сабудай менән очраштык. Зәки Вәлинең улы. Кайта улыңа? Кәләш ал. 8 бала тап. Һиңә бик авыр буласак дине ул. Сөбәдә үдән башкорт дип саныйм. Шуның турында язылган, минең Яйык Батыр. Безнең физика башкорт телендә иде, химия башкорт телендә иде. Безнең дивизия 2000 башкорт Новосибирскида бар иде. Анда бөтә тормышы шул послужной спискта язылган. Автобиографиялар, шуларны весь копияларын миңа берделәр. Миңа эшләү еңел булды. Гани Галимов ул укырга кергән менә колледж искусств дип атала, техникум искусств дип атала инде элекке. Шунда укыган вакытта фортепианода уйнаган, шундый музыкальный слух. И шул вакытта хәрби кеше булырга нияте аның килеп сыккан. И шул вакыттан язган инде не рапорт язган, военкоматка барган, ибәргән мине хәрби училищега дип. Аны ибәргәннәр укырга бүткән, техникумны бүткән. Ибәргәннәр аны укырга Казанга, элекке юнкерский училище, ул ни дип аталган. Татар һәм башкорт хәрби. Казанда шундый булган. Татар һәм башкорт хәрби училище дип аталган. Өчен татаро-башкирский нормальное военное училище дип аталган. 80 елда? Революцияның 20 еллардан башлап 30 елга хәлли. Анда укыган Кусимов, аны укып беткән. Укып беткәч, аны калдырганнар училищеда. Командиром учебного взвода на капитанской должности. Ул шунда ат атып алган, цирковой ат, Кусимов. Ул вакытта ул булган пехотный, булган кавалерийский и отделение артиллерийское, шул училищеда. Кусимов укыган иде кавалерийском. И мына Гани Галимовтың янда бар дневниклары. Кусимовты күргәндә, эх, мен әйтәм, яшәп мин барманым кавалерийскийга дип уйлары сыкканды шулай. Ул шундай матур ат, шундай разводка сыккан Кусимов. Шу атты алган бит инде цирковой атты алган. Аңа акча бергәннәр, потому что кавалерийских частях теге электән шу до революции һин атты алаһын да һиңа дәүләт акчасын кайтара. Шулай. И шунда Муса Муртазин инспектором был по кавалерийским частям. Келіп шу күргән Кусимовка Муса Муртазин вручил такое оружие, пистолет за первое место в Самарада на скачках на бәтәрек. Ярышта бәйгелә, анда сопканнар да, тыкылыс менән дә төрле жигитовка дип атала, жигитовка. Шунда беренче урын алган. Шуңа алып килеп, аңа Муса Муртазин вручил пистолет. И менә дальше шу китапта табып укыгыз, анда күрәсез Муса Муртазин да әзрәк бар. Тормыш юлы дигәндә и Лизюков дигән Герой Союза генерал. Ни өчен? Оказывается, Киевта Муса Муртазин командовал кавалерийской группой. Анда 2 башкорт полка, Донской казачий полк, потом сборный 4-5-6 полк булган. И шунда Лизюков булган командовал артиллерийской группировкой.
вот артиллерийский полком был, и Муртазинның подчиненные. В 2000 жылда Муртазина да Рыжикова арестовали по одному статье. Муртазин алған китапта бітті фамилияларды весь арестовали. Кем келген şu китабында. Рыжикова освободили. Вернули ордена медали за гражданскую войну, Тибетерге была шой. Ләкин училищеда укытып үйрөткөндө хугуш башлана. Анын уулу неде Борисовта. Ол отпуск вакытында Китай уулу янына танковый училищеда. Барха немцы под Борисовым. Ол гарнизоном, бүтө гарнизонду туплай. 2 атына немецлерди өткөрмөй шу Борисов каласынан, шу Лизюков. Шунан алар артқа көсіп Днепрда бір көпірді алалар. Шу көпір аша бүті армиясыға и Сталинға когда представление кетерхелер, онда алған көрден Красного Знамени. Өздің август айында 41 жылда Рыжиков герой Союза. Галимов қайда? Не үшін Рыжиков тұрғанда хэлейм. Чөнки Галимов аның подчиненный болып сыға. Оғыш 41 жылда. Аңлашыла башлады. Онан жылдымы? Аңлашыла башлады. Рыжиков подчиненный Муртазинның, а Галимов келіп білегенеге Лизюковқа. Лизюков уже герой Союза, полковник. И олар не? Лизюков башқұртты көріп, аңа задачу поставил. Рассчитать марш от Москвы до озера Ильмень. Корпус, вот этот корпус. Неге рассчитать марш. Марш не мол. Бұта дивизияларды мына шунды. Шунан 800 километрға көшірге. 38 000 кишіні. И он справился, Гани Галимов. За это он награжден был орден Красной Звезды. Лизюков лично она представление алайынды. А шунағы Рыжиковты қоялар командиром 5-й танковой армии. А 5-й танковая армия, да, уникасы башқы дивизия. Опять у Лизюкова подчинение. И мына шундай бір нәме болды. Мен ялып отырам шу тұрағында. Мәйтем, қарар несек. Бір юлдан жүргенлер. И шу вақытта мен Илдар Шайхметов шылтырата. Біз трибунаға келіп еттік, қазір біз осабыз памятник. Мәйтем, Шаймуратов қан. Қайда? Лизюков мына Шаймуратов қаты. Бір күнде. Икеғі тұралар, мына шулай екі памятник. Лизюков, аның янда Шаймуратов. Мына бет олар келіп, опять қушыла. Лизюков өмір бойы башқұрттар менен бірге қызмет еткен кіші. Мына шундай, башқұрт менен бірге олар қазір. Гани Галимовтым. Шол көрек. Олар мына 112-сі башқы дивизия. Гани Галимов яшсағы старший лейтенант Хасан Кулі янында командир ротаға өсе уже бір ел ішінде ұғыш башлана. Япондар жүмітті Хасан Кулінде. Олар дивизия, келді олардың дивизияға шу жүмбе қаршы, олар бітті мінау қалқулықларды алып үлгері япондар. Шу қалқулыққа оларға приказ келейінді оларға, мына шу батальон менен весь қырылалар, онда өтін қолқылықта пулеметлар, весь япондар, олар жүмітелер, контузиялар, шынағын көкірегіне келебілеге осколок, шрапнель, шынағын бошына яра, аяғына 2 пуле. Ол хоман олға. Бары біте, үскі қарлық бары біткес, үші өгіне қалалар атыроты. Үші өгіне? Шу вақытта япондар көріп, тігілерге граната бәрі башлайлар. Бұл ола да керер ғыттай. Соң хилейлерінде бұл сәпір лопатын ола да, как ракетки. Тігілерге, лакеттір енді, білмейм. Бары шу олардың, япондардың гранатамен батарею минометную уничтожил қыра. Шuna 2 пистолет қолында. Бір сержант тұрып қала.
бір үйде барып кіре шында бес отып өтетігілер екі пистолетмен самурайларды ола высотаны барып ола енді шу қалқулықты командиру батальона героя, а ему орден красного знамени. Зато академияға оқырға не берелер, әләтінде юл берелер ona. Ол оқырға кері енді екенсі жылға орденлі, оны тағында ерсіға, батырлық, қахарманлық. Қиылық олға бет, керекті енді. Оның бал олайтып. Ол бірінші ояғына пуля ләккәсті тылға кетерлік пуля болған. Но он перевязал өзін олға. И кит тілі барды. Опять холдатларымынан. Шынан кесі мәртебе снаряд келіп шортылай. Оны күме, ол контузия ола. Бітті холдатлары уже тұралып кетті олға. Ол өзін сығада, толартарда өзін. Опять олға. Олдан да опять шрапнел шортылай. И теге бір тупияның нейіне әліге қойшына. И бұрлайтып сұқып алады соң. Перевязал себя и опять олға кетті. Шындай мұна. Мұна барып етті қалқулыққа, анда үшеу сен бір сержант тағын тобал, әйді, вперед. Барып етерлер, оларды көріп шу гранатарға табышалар тегерге японлар. Әр бір гранат анда алып керер ғытқа енді. Мұна шындай батырлық, шындай ер. Мен хеләнімін де хуғыш вақытында. Ол академияға шуан кере, имени Фрунзе. Шу екінші курсты бөтке, солар Вильнюсте бұла неде, стажировкада шында хуғыш башлана. Хуғыш башланғас, оларды кері қойтаралар. Оларға транспорт беріп, организованно қойталар Мәскеуге, онда тезгіне экзаменар беріп, оларды сығаралар академическое образование, оперативно-тактическое. И мына шу барып Лизуковқа барып білеге, шуна бірінші генеральный штаб қай берелер оны. Яши егет орденоносец в генеральном штабе, оларға қоялар шундай бұрыс задание барып второй линии обороны реконструкцию сделать, реконстрировку, карталар түшіріп, қоян оборона бұлырға тейіш, шапшникқа қойтарып, сөйлеп, шулайтып, шу ішті шәйлер. Оның үшін Шапошников тоже, Шапошник біздің жоқташ бет, тоже башысынан. Хеде ошо жылда алып берхасыға Башқұрт аты исемлі китап, ол Башқұрт аты турағында ғана ма, әлі тарихи бір әсер ме ол? Онда 27 хикая. Шул бір китапта? Бір китапта 27 хикая. Ол мына Париж 1967 ел. Немеге исімі Башқұрт аты? Не, Башқұрт тұрғанда алғанда енді. Әрбір хикая Башқұртына орналған. 1967 елда Парижда выставка. 1967 ел. Шында 24 атты ебергенлер Ресейден. Шының орағында Башқұрт аты болған. Аның тұрағында yazылған документ бар. Аның тұрағында yazылған Мердер деген обершталмейстер. Ол конюшенный деп аталған. Конюшенный деген батшаянда конюшенный. Но ол вақытта обершталмейстер деп аталған. Атына шорған кішілер. Шул Башқұрт атын хойлап, шу 24 порода арасында Башқұрт атын да ебәрә. Чөнки ол оңай да біле де, что Башқұрт аты бітті обозларда, артиллерияда Башқұрт аты қолданылған ғаскерде. Мына ярминкәлі ғаскерден келіп, шу Башқұрт атын хотып алып, ебергенлер әр вақыт. 1965 елдан 67 ел 2 ел өткен, 3 ел ғана өткен. Оған қәрлік Башқұрт аты ғаскерде болған. Ол біздің линейный службы телер бет, пограничный службы. Ел сайын май-апрель айында еніп, күзге қәрлік 6000-ге яқын кіші границада кімге қошы, онда олар
Хива деген қала бар, Хива, Хивинский ханство, Хорезмийцы ишіткен бардыр. Олар степные бандиты, по-другому их айткенлеринде, история Хорезмийцы. Олар Хива қалағанда құлларды хоткандар. Құлларды қойын алғандар. 10 яшік балалар самый болған хақы қиммет болған. Оларды қой хоткандар. Түркияға Түркияның ғаскары янышарларға хоткандар. Египетқа мамлюкларға хоткандар. Орыс балаларын тарихи шунахын қалғандарын біздің Средиземный мореға шунахын мамық ерға халық керек болған құллар. Ол уақытта құл хату бик доходлы болған. Башқұрт аты банда Башқұрт аты бәйлі. Біздің башқұрттар шу хорезмийцыларды кірітмес үшін Урал елға аша 6 ай шунда юалдан қышқа қарлық қызмет еткенлер, hüjümге барғандар, шу хорезмийцыларды тұтып hüjümде ұшқандар әр вақыт кірітмегенлер біздің ел яғына. Биш дистанцияда башқұрт тотлары яугерлер, башқұрт атасы неше онда қызметтәхін. Шулай, шының тұрғанда да бар. Бұл башқұрт аты тип нендей себеп арқалы сығарға болды ол китапта? Біріндей себеп болды? Себебі түрліше болды енді, түрліше. Біздің бет башқұрт аты. Вот тоже найти можно противоречие. Ол барын да тарату болып кетеді енді. Шыны жоқлау үшін бетінде Ради Фаритович фестиваль ұйыштырды. Болды. Кешемен әрләші берілмәске, амына біздің башқұрт атын көтерерге. Чтоб противоречия не вышли, лишние. Олар әрләшәхендер, но біздің башқұрт аты бар, ол символ, ол құрай, бар құрай. Біздің осабалық, біздің башқұрт ері, біздің Урал тауы, біздің Урал батырыбыз бар, эпосларыбыз бар. Башқұрт аты біздің тоже символ. Ол башқұрт аты символ болғас, ол халықтың ер көк, түп мақсаты, түп гордостылар, ғұрурлығы. Башқұрт халқының ғұрурлығы. Ради Фаритович фестиваль. Амана қарайым икенсі бір тұрау түйетек. Хәдді фәлсәфеви уйдылы кеші түйетелер? Философский? Фәлсәфеви уйды кеші түйет. Шуға бір тұрау бар. Бұл дүнияла башқұрт халқының мақсаты нендей түйетек? Бар ма мақсат? Әр бір халықтың бар ма екен мақсаты түйет? Шундай тұрау. Халық болғас мақсаты бұлырға тейш. Башқұрт халқының бар, неше болмаған. Бар. Хәдіңісі нендей мақсат башқұрт халқының? Башқұрт халқы бәхетлі халық не үшін? Өз илебіз бар. Башқұрт илі деп атала, Башқұртстан. Мұна ойлап қаралы, Ресейде 100-ден артық халық бар. Әнесе иллері бар. 10-15 иллері бар. Мордовский сыр, татарский бар, тегесі бар, мұны бар. Біздің дон қазақтар айтады, бақытлы халық, сіз күрешіп, өзіңіздің илігізді 19-шы жылда бұлдырдыңыз. Біздің илебіз жоқ, біздің халқымыз жоқ, біздің тіліміз жоқ деп шулай айтып өтерлер. Біздің илебіз бар. Біздің илебіз ата-бабалар шу илді хақлап қалып, бірінші республика болды. Мына Россия империясында. Ол бит бәхетлік, оны бит хақлап қалырға керек. Оның үшін ұқырға керек, тырышырға керек, балаларды тәрбиелерге керек. Біздің башқұрт халқы шул хәллек тылсымлы деп әйтергә микән. Шул хәллек укымышлы, тырыш халык. Шул хәллек. Мин кая гына бармай, шул Мәскәүдә
доктор науктан бирөө, бирси язуучу, бирisi яшьләргенә шуға тырышлар. Мана хәтеңсә һәрбер башкорттың максаты булырга тиешме икән? Мана башкорт үҙен рухлы дип һанай. Оның берендәй максаты булырга тиешме? Мына бер пример эләйем әле. Мәскәүдә бер Сабудай менән очраштык. Зәки Вәлинең улы. 90 елларда. Сабудай. Шунан безнең бер башкорт егете ход бирмәйләр безгә. Безне берәү ярдәм иткән кеше илай башлаган. Безнең әдрәк гадәтебез бар шундый иларга. Әсәм мин кайтам. Мына шулай тегеләй булай мәйтәм иламай итә. Эшләр бар. Сабудай һөрәйтегәннән. Улым һиңенсә 33. Кайшлыйң? Монда дигәндә. Niye Мәскәүдә яшәйң? Әйтеп торам бит ход юк ди. Яраты, кәләш алдыңмы? Юк ди. Юк. Әйтәм, niye кәләш алмадың ди? Әйтеп торам бит ход юк ди. Ход юк. Эш юк ди, юк ди. Аннан түгел ди. Кайта улыңа. Кәләш ал. 8 бала тап. Һиңә бик авыр буласак ди. Шул хәтлек авыр буласак, әйтәм. Һин исмә, тырыш, балаларны күтәр. Вот балаларыңа бәхетле буласак һинең. Әйәннәрең алар уже 8 баланнан күп буласак. Һез бит демократия вакыт. Һез бит хәзер һайлап алаһыз үзегезнең башлыгыгызды. Һез ничек башлыгыгызды һайларга уйлыйсыз? Һез әз булгас. Шулай әйтеп. Нисек һин моны демократияда яшәргә уйлыйсың? Һиңә авыр буласак, улым тине. 30 яшьтә һаман кәләш алмагаһың ди. Сөбәдә үҙен башҡорт дип һанаймы? Башҡорт дип һанай. Башҡорт дип һанай. Ул Исәнбикә апай да килде бит инде. Аны ҡаршы алдык, алар менән һөйләшеп. Алар бик уҡымышлы, алар үзләрен Америкада укытайын ул вакытта. Исәнбикә апай. Субудай Төркиялә. Алар төрки халык башҡорттан сығышлары. Шуны алар бик яхшы. Сөбәдә агай Зәки Вәлидер турында барма һөйләнеме? Юк, мин 2 мәртә генә осраштым. Бере менә шунда Мәскәүдә алар осраштык. Итеп мин опозданием килдем. Шуны күрдем, шулай дип әйткән. Мына һеҙҙең бит беренсе ҡабат теге һайлау буласаҡ бит һеҙҙә, һайлау. Нисек һеҙ еңеп сығаһығыҙ һайлауҙа тип әйтте. Һинең 8 балаң булыр әтеш. Аларҙың һәр берсенең 8 булса, мына һеҙгә бәхет килеп етәсәк тине. Алар эшсән халыҡҡа хәҙер бар юл. Мин бер һөйләгәндә әйткәйнем, атайым мына Өфөлә йәшәне, Пугачева 9-тә. Аның аты бар ине, һыйыры бар ине. Йәнникләре теге, шуларҙы ҡарап, асырап, базарға итеп һата ине. Мин ҡайтһам, әйҙә һуйыйыҡ, быны әйҙә базарға итеп сатайыҡ дип. Һата инек, уйлап та йөрөмәй. Писәндә ана трамплинда сауып ала инек. Шуға шишмәдә, минең бит ябалаҡла ул шишмә. Атайым дәүләккән, анда ҡайтып йөрөй инек, анда писән саба инек. Беҙҙең япарлар тырышлар. Мин башҡортлар тураһында ғына яҙам. Ҡайна уҡырға тәҡдим итәгеҙ? Иң беренсенән тип әйтәйек. Белмәйем әле. Минең сәнғәт институтында уҡыйлар минең әҫәрҙе, устное какое-то вот это мастерство устного выступления, что ли, әҫәрҙе ҡулланалар, башҡорт теленә әйләндереп. Минең әҫәрләрҙе башҡорт теленә әйләндереп баралар. Шунҡарҙа сыҡҡаны бар, тегендә бөтә ерҙә сыҡҡаны бар. Минең башҡорттар тураһында ғына яҙам, сөнки урыслар әйтә, объять необъятное невозможно тиҙәр. Беҙҙең башҡорт тарихы тоже аны аҙағы осо ла юҡ. Сикһеҙ. Тарихыбыҙ бар бит. Тарихыбыҙ бар. Мынау Урал батырҙы мин һәр бер хикәйәгә керетәм. Берәй ни өсөн ул һыуҙы 4 яҡҡа ебәргән? Ни өсөн ул теге ҡарт теге
Өлемсіз қарт бар бит анда. Әй бар. Кем ол? Менің Султангереева Разилия апаны білесіздер. Доктор наук бедінсітті іштей, біздің дин бойынан Разилия апа. Бұл айта, мұнау эпосты хен қойын жазып алдың. Яйық батыр тұрағында. Мен айта, өзім ойлап сардың. Ол жоқ, ты, туғаны, хенті... Ола ярамай ма? Ярамай. Но мен автор мен айтам. Жоқ, қоян әйт мен, әйт. Ярай неймнен шіткеміндір, енді қортатайымнан шіткеміндір. Хен бет эпосты топқан, хоқлыған. Яйық батыр. Қай вақытта болды? Ол қасан болды? Басып сығарылмаған олы. Аны, не дегені, истокияда орыс тілінде сықты ол. Яйық батыр. Айдар Хусайнов аны басып сығарды. Ол Яйық батыр, Нұғыш батыр, Иділ батыр, Ағиділ. Олар бар да енді? Олар Урал батырдың ұллары. Әйе, бар да енді олар. Олар бар, әйе. Но бұл бір линия. Әйе. Ол халыққа ху тұрағында. Ол шын тұрағында yazылған менің Яйық батыр. Яйық батыр. Балай ондай юқ? Юғы. Ол хедің... Мен автор. Хедің кіші. Яйық батыр. Хедің батыр хеғы. Ол Урал батырдың ұлы бет. Яйық батыр. Аның үш ұлы болған. Ондай әсер жоқ. Ондай әсер жоқ. Әйе. Яйық батыр деген әсер жоқ. Мен аңын тұрғанда yazғайным. Бошланайынды не истоки. Ирендік, оның астында хау, ирендікті хоқланған хау, оны осырға керек. Урал батырдың алмас қылысымен осырға бола. Шу қылысымен осаң, халыққа кете елғалар. Ол елғалар янында башқұрттар яшар. Оларға хау керек. Урал батыр әткен күллерде йөрмәгез анда теге ниләр теге дивы диләр дию аннан ху исмәгез елганан нәрсәгез елгалар юк менә Яйық батыр бер елганы Яйық дигән елганы аса Ирендектән Идел батыр аса Агыделде Нугуш батыр Нугуш елгаһын аса халыққа. Шунан келәбет Шүлген таштың ұлы. Шүлген таштың ұлы не? Сақмар. Ол да келе, ол да атахынан бит не? Атахын яратмай Шүлген ташты атахын. Ол келе Урал батырға. Сақмарды, елға Хақмар. Именно шулай ол батырлар. Яйық батыр тұрғанда шулай келіп соқты бір. Атлар, худан сыққан атлар өтенде тоже біздің Урал батыр епсінен. И так далее. Елқы сыққан дейлер, елқы сыққан. Көп күллер, біздің асыл күлдерде елқы сыққан деген не бар. Аның тұрғанда даже Даль, Владимир Даль написал «Башкирская русалка» деген. Ескеніңіз бар ма? Башкирская русалканы аты деп айтам, шо айтып бар Башкирская русалка. Башкирская русалка ол неде? Шүрәлі мәлі? Жоқ, Башкирская русалка біздің не? Қыз 45, что-то эпосынан ол. Ол әлі әділеніп, эпос тұрғанда әділеніп хилерге кәді. Бұлай ғана хилерге ярамайды, потому что ол святые дела дегендей вещь. Ну, біздің менің де бар ультрада. Опять же, Разилия апа Султангереева менің әсерлерді тауа, осколки башкирского эпосы деп әйтерге бола. Ол яшай бит халықта, барыбыр. Біз бит башқұрт халқы, оның әр біріміз можем ерлап еберге құрайда музыкальный слух, бүтін ей бар аны. Шиғыр яза, әр бір башқұрт шиғыр яза ала, әр башқұрт
аның өзінің теге не бар. Таинственные такие тылсымлығы не бар аның. Бұрынғы уақыттан келген, ата бабалардан келген. Башқұртса келеші ұлтыраға несек ол айтап хақланады? Келеші алаға башқұртса? 77 елда мен 10 класты бүткәз, Сүшмә районы Йоғалақлы ауылында оқып, Украға кеттім Рига қаласына, воен хәрби училищеға. Мына 77 елда 16 яшында менге 17 яш толды Украға кіргесті. Шунан берлі не? Орыслар арасында ғана. Несек хәді келеші ұлтыраға? Ғайлабыз бар, ғайлабыз. Башқұртса келеші ғайлабызда, менің қатыным башқұрт. Біздің телефон бар, телефон аша келеші. Олайды башқұртса. Оның үшін тағын бір не бар. Мына Аллахында башқұрт китабын орысыға тәржіме айтайын. Шул вақытта бек көп нейті мәғлумат та үйренерге де бола, тәржіме етерге де, башқұрт тіліне де үйренерге бола. Но мен башқұрт мектебінде оқыдым Сүшмә районында, Йоғалақлыда. Біздің физика башқұрт тілінде ені, химия башқұрт тілінде ені. Біләдім шыны, математика башқұрт тілінде біз оқыдық. Қазір шылы өйлі физика китапта қалмаған. Олай жоқ. Китапта жоқтыр әлі. Біз башқұрт тілінде физиканы оптырайлар, физика несек башқұрт тілінде болсын. Башқұрт тілінде, химия башқұрт тілінде баралар. Ұрыста түгел. Мына өтіненде болған башқұрт тілі, күсілі, математика, ол математиканы хоть ненде тілді оқы, ол математика, бар математика болып қала. Хандарды, одинаковый деген хандар. Тұрышы математика, менің экзамен берген вақытта Ригада устный математика. Әдіге башқұрт тілі мана әдің қызметті бірінсі қадам етті ме? Біздің дивизия 2000 башқұрт Новосибирскеде бар ені. Әрлеп ташайын башқұртсы оптырап қарап тұралар. Мәйтемем, мұнда башқұрт халқын өтігірез түшіріп. Қатуғедіңді болды, башқұрттар көп болды. Біздің бір призыв болды шулай. Үфіннен бір шулын келді башқұрттар. Кәкәстігі. Урал арияғынан. Шынан Өзбекстаннан келді екенсі призыв түгілі айбылашы айтып. Түрлі оқтан. Менің дивизионда 18 национальность болды. Латыши, литовцы, грузины, армяне, азербайджанцы, бітті халық Советтер Союзының. Ингуши, чеченцы, кемгене жоқ. Башқұрттар, орыслар, хақулар, бітті болды. Олардың біздің бірінші орын алып тұрайын, біз әр вақыт. Дивизион Новосибирскеде біздің бардыр әлі, онда қызметкен егеттер, мұрттанылардыр. Армияда бет намысаны бір түшірген кері көтәрі болмай. 6 деген сөз бар. Ол аны бар, аны тұрала ол. Менің түшірген болманы? Жоқ. Біз кіші алдында барыр, неті болмай, ешіріп болмай. Әгер бір намасын ұтып кетсе, қырға деп етірге болай. Намыс 6 деген сөз біт. 6. Біздің Ресейде ең ұқымышлы кішілер, хәрби кішілер арасында. Ризамын. Ризамын. Мен ракетные войска, стратегическое назначение. Мына академияда оқығанда мен яздым, шундай тема болды менің. Біздің кафедра бар, культура и искусство. Основательно веседі. Академия. Анда бізді үйретәріне несе рюмка, нендей қашық, нендей вилка, шунан башлап. Менің курсовой работа, курсовой ешімім, башқұрт халқының хәрби ерлары деп аталайды. Ондала башқұрттарда ята. Я получил самую высокую оценку за эту курсовую работу в военном академии. Бар ма бірінде әйттір хүдегіз мұна видеоларына шығыр ма? Бірінде көсілі цитата? Мен аны білмәдім, мен әзірләдіп келемін. Мен бір әсәрде yazылған не деп
тарихыңны белергә тиеш һәрбер башкорт. Һәм шул вакытта үзен башкорт итеп тоерга аның мөмкинлеге бар. Ул тарихы белмәгән башкорт ул әзрәк нейрәк. Башкорт түгелрәк. Башкорт инде сирәк, си башкорт. Ну, Сей башкорт. Безнең тарихыбыз моны олатайларның хуш юлында язылган. По дорогам прошлых войн мы изучаем историю. Сәлам, мин Галиян Сынбулатов. Һез Йыһан каналында. Рәхмәт һезгә караган өчен зинһар лайк куегыз һәм репост куегыз. Әгәр дә һез каналга аксалата ярдәм иткә килһә, экранда күрәһегез QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша һәм дә Boost Donat сайтына видео астында хылтанма бар.